Саламатсыздар ма, құрметті вебинар қатысушылары. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз осы іс-шарамызды бастаймыз. Тамаша. Поставьте, пожалуйста, плюсики, лайк, плюстарды қойсаңыздар, мені естіп көріп отырсаңыздар. Анастасияны көріп отырсаңыздар, Анастасия Бодрова бүгін біздің сарапшы жаңа өнім туралы сөз қозғайды. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Менің аты жөнім Маргарита Гранц. Ол Орталық Азия бойынша оқытумен айналысамын. Бүгінгі вебинарға қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Бүгінгі тақырыбымыз саламатты салмақ шектен басталады. Нутрилайт өнімі қандай да бір әріптестер бізге қосылып жатады деген ойдамыз. Чатқа өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді жазып өтсеңіздер, 1-ден 10-ға дейін бір кішкене көңіл күйі жоқ, 10 тамаша және орташа деген сияқты белгі бересіздер. Қазір чатта ашайын, қарап шығайын. Қазір бізде 10-дықтар көп екен. Бұл тамаша нәрсе деп айта аламын. Және бүгін бізге көп қатысушылар қосылып отыр. Сіздерге көп рахмет, ол өте тамаша. Бүгін жаңа инновациялық өнім туралы сөз қозғаймыз. Бұл өнім жалпы алғанда сау метаболизмді жұмысы туралы және саламатты, дұрыс салмақты ұстау және майды жою. Келесі біздің сарапшыға қол сөз бермес бұрын, қазір сіздер қазақ тілінен, қырғыз тілінен, моңғол тілінен аудармасын ести аласыздар. Чатта жалпы нұсқасы көрсетілген және экраннан да байқай аласыздар. Сіздерге қазақ тілі керек болатын болса, француз тілін таңдайсыздар. Егер қырғыз тілі болса, неміс тілін таңдайсыздар. Егер моңғол тілі керек болатын болса, жапон тілін таңдайсыздар. Және сіздер вебинарға Zoom арқылы кіріңіздер, браузер арқылы емес. Бір екі ережеге тоқталып отырмын. Сіздің белсенді болғандарыңыз қажет. Ойларыңызбен бөлісіңіздер, талқылауға қатысыңыздар. Бұл біздің кездесуді пайдалы, белсенді етеді. Техникалық қиындықтар туындап жатса, онда қайтадан жүктеп, содан кейін қалпына келеді. Мен сіздерге бүгінгі керемет сарапшыны таныстырайын. Анастасия Бодрова. Лайктарыңызды қойып өтсеңіздер, өздеріңіз эмоцияңызды келтіріңіздер. Ол нутригенетик дәрігері және сертификацияланған диетолог және Nutrilite брендінің сарапшысы және тамақтану бойынша кітаптың авторы. Қайырлы кеш, құрметті қатысушылар. Сәлематсыз ба, Анастасия? Бізге қосылып отырғаныңыз үшін алғысымызды айтамыз. Осы керемет өнім туралы айтып өтсеңіз, қазір осы сізге сөз беріледі. Тамаша Маргарита, барлықтарыңызға қайырлы кеш деп айтпақшымын. Яғни сіздерде өте керемет іс-шара, өте қуантарлық іс-шара және бүгін жаңа өнімдерге тоқталамыз. Сіздер жаңа өнімдер туралы жақсы көресіздер. Тақырыпты мен үшін сарапшы ретінде диетология бойынша сертификатым бар. Маған қызықты болды осы өнімге қарап және оны зерттеу болып отыр. Және мен сіздерге осы өнімдерді ғана айтып қоймаймын және біздің тереңдетілген зерттеулерге тоқталатын боламыз. 2025 жылы бастаған болатынбыз. Желтоқсан айында, сонымен қатар 2020 арғартай біздің өте қуантатын нәрсе, көптеген адамдарды байқап отырмыз және керемет жүрекшелерді байқап отырмыз. Біздегі іс-шара қалай өтетіндігіне тоқталатын боламыз. Бізде келесі жоспар болады. Вебинардың жоспары бізге тақырыбымыз
іші айналасындағы майды азайту тақырыбында болғаннан кейін қазір семіру туралы еске алайық және артық салмаққа мәселе ретінде қарау. Көп жылдар бойы біз ол туралы атап өтіп жатырмыз. Бұл мәселе бар нәрсе және бұл мәселе бар екендігін байқатып отыр. Содан бастағанымыз жөн және ең бастысы ішектің микробиомы туралы тоқталамыз және постбиотиктарға тоқталамыз және бізде жаңа өніміміз постбиотик болғаннан кейін яғни осыған тоқталамыз және осы атауын қарап шығып естеріңізде сақтау керек және ары қаратай біз өзіміздің өнімге келіп тоқталамыз. Бұл өнім health waste postbiotic деп аталады және ол қалай жұмыс жасайды, неге негізделеді, қалай зерттеулер жүргізілді, қандай механизмдері бар, қалай қабылдау керек, осы туралы сіздер сұрақ қойып жатырсыздар. Оны жабуға тырысамын және біздің пилоттық зерттеуге келіп тоқталамыз. Мен алдында айтып өткен болатынмын және қызықты нюанстарға тоқталамыз. Біздің тақырып бойынша әрбір блок бойынша кішігірім үзіліс жасап тікелей байланысқа шығып пікірлесеміз. Қандай осы блоктардан кейін сұрақ туындаса өздеріңіз жазсаңыздар болады. Кейінірек осы белсенді диалог болғанын қалаймын. Ары қаратай маған таныстырылымды Анастасия, ваш қосуға мүмкіндік берсеңіз, сіз қоса аласыздар. Жұмыс жасай ма қарап шығайық. Қазір жұмыс жасамай жатыр. Қазір кішкене күте тұрыңыз. Ал қазір көріңіз. Қазір істеп тұр. Алдыңғы слайд өтіп кетті. Міне. Жақсы, кішкене күте тұрыңыз. Мынадан өтіп кеттік. Қазір кішкене слайдтар кешіңкіреп жатыр. Сондықтан осында 5 секундтық мындай болып отыр. Дайын болсаңыздар, жүрекшелеріңізді қосыңыздар, жұмысымызды бастаймыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, біз қауымдастық ретінде, медициналық қауымдастық ретінде осы мәселемен тереңдетіп жұмыс жасаймыз. Біз 100 жыл бойы осы жаһандық мәселе ретінде қараймыз. Яғни көбісін білесіздер, осы қарапайым негізге қарамастан осы семірудің бізде көріп отырмыз. Ол мәселе еш жаққа кеткен жоқ. Яғни геометриялық прогрессия өсіп келе жатыр. Бұл прогрессияны бүкіл әлем бойынша осындай нәрсені байқаудамыз. Орталық Азияда, Ресей жерлерінде және Америка, Европа, көптеген елдерде және біз осы мәселе бар екендігін байқаймыз. Бізде көп таралған аурулар, бұл шындығына келгенде ауру, бұл эстетикалық мәселе ғана емес, бұл қалай дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының анықтамасына тоқталатын болсақ, бір мезеттерге тоқталайық. Семіру созылмалы тұрғыда жүреді, ол біртіндеп жинақталады және жоғары рецидивті, яғни бірнеше қайталану мүмкін, бір ретте анықталып, мәселені шешуіңіз мүмкін және сіз мәселені тереңдетіп қарастырмасаңыздар, бұл салмақ сізге қайтып оралу мүмкін. Бұл осындай қайтып оралу мүмкіндігі бар және шындығына келгенде полиэтиологиялық ауруға саналады. Яғни бұл әртүрлі дәрі-дәрмек қабылдаған кезде ішкі мәселе болуы мүмкін, ағзада эндокриндік мәселе болуы мүмкін және статистикаға жүгінетін болсақ, яғни айтылған көлемдегі алиментарлық мәселе болып табылады көбіне. Мысалы, дұрыс тамақтанбау және дұрыс әдеттің болмауы, физикалық қозғалыстың жоқтығы осындай себептерге алып келуде мүмкін. Және сәйкесінше осы ағзада май тіндерінің жинақталуы
біздің ағзадағы май тіндері біркелкі емес, барлығы туралы осы туралы жақсы білгеннің өзінде әрбір жыл сайын бізде яғни әртүрлі көк, күлгін, сонымен қатар қызғылт сияқты май тіндері бар екен, және бұл жалпы алғанда жаңадан туылған балаларда да болады, яғни жаңа бұл көбіне ерекше нәрестелердегі май, яғни өнімді ұстап тұру, жас балаларда жылу ұстап тұру, яғни яғни бұл жерде май температураны ұстауға өзінің септігін тигізеді. Біртіндеп бұл нәрестедегі ересек болған сайын, яғни әртүрлі физикалық жүктемеге байланысты өзгеруі мүмкін. Яғни бұл жалпы осындай аралық май тіндері болады. Бұл қызғылт көк түсті май тіндері бар, яғни жақын арада ашылған, бірақ біздің білуімізше май тіндері іштің қоршап тұрған майлар басқа тіндер болып табылады, яғни басқа майлардан айырмашылығы эндокриндік тұрғыда әсері бар, эндокриндік ағза ретінде жұмыс жасайды, әртүрлі гормондардың өзгеруі тағы да басқаға алып келеді, яғни белсенді тұрғыда біздің гормоналдық денсаулығымызға әсерін тигізеді. Яғни іш майларын бір жекелей қарастырамыз, біздің өніміміз жаңа деп айтып отырмыз, яғни бұл майда іш майлармен жұмыс жасайды. Майға тоқталдым, іш майларына қазір атауларын естеріңізге сақтасаңыздар, осы адамдарға айтып өтсесіздер. Яғни іш майларына байланысты бұл іш майы висцералды деп айтыңыздар. Виссурум бұл ішкі ағза, яғни май осы ағзалардың арасында, яғни мүшелердің арасында орналасқан, яғни олар көп болатын болса, яғни жалпы ішкі органға әсері бар, және абдоминалды деп те аталынады, абдоминалды май деп аталынады. Абдоминс деген сөзі, және грек тілінен аударғанда бұл май іштің айналасында орналасқан. Тағы да қайталап өтейін, бұл ерекше түрі, жалпы минусы белгісі барынша оны алып тастауға тырысамыз. Өздеріңіз жақсы білесіздер, біз семіруді кезеңдер бойынша қарастырамыз. Адамның яғни салмағын бойынша бөлеміз. Біз не жасай аламыз? Бізге дене салмағының индексін ұсынады. Өздеріңіз білесіздер, есептеуіңіз, және осы индексті жақсы білесіздер деген ойдамыз. Яғни өз индекстеріңізді, яғни ағзалардың индексін есептелген боясыздар. 20-25 бұл жалпы қалыпты, 20-30 бұл жалпы біреулерге норма болып көрінуі мүмкін, ал кімге норма екендігін келесі слайдтарда тоқталамыз. Ал кейбіреулерге жалпы мәселеге алып келуі мүмкін артық болып, яғни арғартай 30-35 бірінші деңгейдегі семіру. Неліктен оларды бөліп қарастырамыз? Мына жерде қандай да бір өзгерістер болады ағзада, ол уақытылы болуы мүмкін. Мысалға айтайық, қан қысымы көтерілу, яки болмаса буындарда өзгерістер болуы мүмкін, глюкозаның өсуі байқалуы мүмкін. Әдетте бірінші деңгейдегі семіру міне осындай сипатта болады. Ал екінші деңгейдегі семіру, бұл жерде қайтарымсыз процестер жүріп жатады. Әдетте
диагноздар қойылып жатады. Мысалға, қан қысымының көтерілуі ғана емес, гипертензияны байқаймыз, қанттың көтерілуі ғана емес, мында екінші типтегі диабеттің пайда болуы мүмкін. Салмақ көп болған сайын ағзада керісінше жағымсыз әсері бар. Егер тағы да бір нюанстарға тоқталамыз, келесі слайдтарда тоқталамыз. Біздің өзіміз шындығына келгенде барлығымыз әртүрліміз. Енді салмақтың индексі, яғни оған бағыт, неліктен толықтай бағытталмауымыз керек. Келесі слайдты қоссаңыздар, бізде дыбысы бар екен. Барлықтарыңызға көрініп отыр ма? Иә, көрініп отыр. Әрине, салмаққа біз бағытталамыз. Мен айтқым келетіні, бұл нақты дұрыс параметр деп айта алмаймын. Біз әртүрліміз ғой. Сондықтан көбірек салмағы бола мүмкін бір адамдар, яғни осындай шектік қалыпты болу мүмкін. Мысалы, 28, 29 болып жатқанда бұл метаболитикалық денсаулық деп аталынады. Мына бірінші адам 26%, осындай мысалға индексіміз қалыпты 25-тен жоғары, яғни бұлшық еттің дамуын байқаймыз. Бұл метаболитикалық тұрғыда сау деп қараймыз. Екінші адам бұл жалпы кішкене салмақты, артық салмағы бар екендігін байқаймыз. Мында жалпы индексі 28-30-ға дейін болуы мүмкін, және сәйкесінше бұл метаболитикалық тұрғыдан сау деп қарастырамыз. Яғни оның тері астындағы май, мына іш майы көп емес. Бұл адам гиперстеник. Ол осындай тығыз, жақсы дамыған сүйек құрылымы бар, бұлшық ет құрылымы бар. Мұнда қалыпты қолжетімді әдіс, мына бас бармақ пен орта бармақты ұстап, мына осылай мен сияқты мына қолды ұстаймыз, яғни онда жалпы дұрыс бір-біріне саусақтар жақындаса, егер сіздің саусақтарыңыз жетпесе, онда бұл жалпы алғанда осындай метаболитикалық семіру. Бұл адамдарға жалпы алғанда, егер көрсеткіштері жақсы болса, қанында холестерині жақсы болса, глюкозасы қалыпты болса, иммунитеті жақсы болса, егер біз ішін байқап жатсақ, онымен ол семірудің басқа түрі болуы мүмкін. Егер яғни келісіп алдық, мысалға мынандай адамдар бар, олар көп емес, яғни 10%-ға жуық, яғни ол кішкене денелі болуы мүмкін, бірақ оларға қалыпты болуы мүмкін, және оларда көрсеткіштері жақсы болады. Және келесі семіру метаболитикалық тұрғыда дені сау емес адамда салмағы дұрыс болуы мүмкін. Мысалға 25 деп алайықшы, оның салмағым, мысалы индексі, дене салмағымның индексі яғни барлығы жақсы. Ал шындығына келгенде бұлшық еттің жетіспеушілігі, яғни дефицит болуы мүмкін, аяғы арық болуы мүмкін, және іші бар. Бұл адамдарға қарасақ, бұл диспропорцияны, сәйкессіздікті байқаймыз. Және бұл семіру ретінде, яғни қабылдап, оны емдейміз. Және семірудің барлық сипаттарын байқаймыз. Сондықтан осындай майдың бөлінуінде, яғни май қалай бөлінді, солған байланысты, және метаболитикалық дені сау емес деген кезде міне барлығы түсінікті, яғни 30-ға жуық, және майлары көп, яғни іш майларында көп, яғни бұл жерде дені сау болмайды. Бұнымен тікелей жұмыс жасау керек. Келесі слайдты жіберсеңіздер. Көп рахмет. Бір-екі ауыз сөзде жас бойынша не болады, соған тоқтала. Біреуге 50-60 жаста бұғылар
жас өскен сайын салмақ қосылса қалыпты деп санап жатады. Қазір бір екі ауыз сөзді соған тоқталайық. Жас өскен сайықты бізде метаболизміміз міне өзгерістер болады. Яғни бұл өзіндік салмақ өсіп жатқан дұрыс па? Мұнда біздің басты міндетіміз біздің жаңа жасқа үйренуіміз керек. Өмірдің жаңа кезеңіне кеп тоқталды. Дене бітіміміз өзгердік. Соған бейімделуіміз керек. Және тамақтануға назар салуымыз керек. Физикалық белсенділікке назар салуымыз керек. Кішігірім қорытынды жасайық. Осы слайдта кішкене үзіліс жасап, яғни сіздердің сұрақтарыңызға келіп тоқталайық. Естеріңізде болсын, яғни іштегі май біркелкі емес, яғни олардың таралуы маңызды рөлі бар. Яғни висцералды май өзінің жағымсыз сипаты бар, яғни қабыну қалып келуі мүмкін, жүйелік қабынуға, яғни гормоналдық фонға әсер етеді, ароматазаның арқасында, және қандай да бір қабынуларды жоғарылатып тастайды. Сондықтан да біздің мақсатымыз іш майын азайту керек болып отыр. Бізде сұрақ бар ма? Сіздер мында сұрақты көріп отыр. Висцералдық майын қалай анықтауға болады? Визуалды тұрғыда қарауға болады, және яғни айнада байқайсыздар, яғни белдің жоғалуы, іштің пайда болуын байқаймыз. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, яғни ісік деп әдетте менен пациенттер сұрап жатады, яғни егер осындай болып жатыр деп екі күдік туындаса, яғни бел өлшеп қарасаңыздар болады. Және дене ағзасының құрамының анализаторы бар, яғни көптеген анализаторлар бар, көбілеріңіз қолданып жатасыздар. Барынша өзі 4 нүктесі бар, мұнда қолды ғана емес, яғни 4 нүктесі болуы мүмкін, яғни ағза бойынша өтетін тоқ майдың таралуын, яғни орналасуын байқайсыздар. Сол кезде осы іш майында байқайсыздар. Екінші мезетке тоқталатын болсақ, сіздерде калиброметрлар болуы мүмкін. Неге болмаса калибр, бұл қарапайым құралдардың бірі. Жалпы майдың қыртысын ұстай алады. Бұл орташа стандартқа тоқталатын болса, қолжетім бетансиметрия, жақсы сапалысын іздеңіздер, динамикасын қарап шықсаңыздар болады. Бізде көптеген құралдар жеткілікті, тек қана бағалап қана қоймайсыздар іш майын анықтауда, сонымен қатар динамикасын байқайсыздар. Readable-да жақсы көрсетілген. Бізде айтылған бағдарламада оны айырмашылығын тексеру қиын. Мұнда өлшенетіндігі бізде жақсы көрсетілген. Сантиметрлік лентаны алып өлшеп, яғни айтылған нәрселердің барлығын визуалды тұрғыда көре аламыз. Бізде шындығына келгенде құралдар жеткілікті. Тағы да сұрақтар бар екен. Анастасия, бізде бірнешеу бар екен. Қазір қорытынды бөлікке қаншасын қалдырамыз? Менде бір үздігі бар, мен соған тоқталайын. Ең үздігіне тоқталатын боламыз. Қазір процесс екен. Біз арғартай жүреміз ғой. Мен бірнешеуіне жауап берсеңіз, содан кейін арғартай жылжимыз. Қалған сұрақтар постбиотикқа қатысты нәрсе, арғартай жылжиық. Қазір сіз айтқан нәрсені жалғастыру отырып, яғни белді көлемін анықтау бойынша айтып өттіңіз, қосарыңыз бар ма? Мен барлығын атап өттім. Бізде көптеген параметрлар бар. Сол бойынша
сантиметрмен өлшеуге болады, калибрді қолдануға болады, және бипеданс симметрияны жасауға болады. Ол нақты тұрғыда көрсетеді қанша бұлшық массасы бар, сұйықтық бар, және май қанша, яғни оның барлығын көрсетеді. Және динамикасында өте ыңғайлы. Мысалға, осыған дұрыстап қарасаңыздар, бұл көрнекі нәтиже алғыңыз келсек процесте, онда сіз вибитометрияны қолдансаңыздар, бір жерде қолданған жөн. Вибитометр бұл нақты, толықтай нақты емес, яғни әрбір құралдардың өздерінің жағы бар. Бірінші кезінде бір аппаратты қолданып, екі үште мысалға басқасын қолдансаңыздар, онда сипаттама болады, динамикада не болып жатқанын байқайсыздар. Иә, био путями. салмақ өлшейтін денсиметрия, мысалға тонитаны алатын болсақ, соны сұрап жатқанша, тонита салмақ өлшейтін әртүрлі болуы мүмкін. Егер де жетілдірген моделін алатын болсақ, көрсеткіштері жаман емес. Тағы да қайталап атайын, 4 нүктесі бар. Сіз аяқпен ғана тұрмайсыздар, яғни қолмен ұстайтындар бар, яғни зерттеу сапасы жақсарады. Бебицантиметрия дегеніміз не? Ол электрлік тоқты тән арқылы өткізу. Бұл шынайы жиілік. Оған уайымдамаңыздар. Әр тіннің өзінің бір қарсыластығы бар, эпиданстың. Содан кейін осы айырмашылықтарды байқаймыз. Май тіндері тез өткізеді, яғни бұлшық тез өткізбейді. Осының барлығын тіркеп, мысалы қандай тіндер бар екендігін анықтаймыз. Менің айтқым келетіні, мысалы жалпы алғанда эпидансиметрия бұл алтын стандарт емес, толықтай денс айтылған құрал, яғни тін тығыздығын өлшейді. Оны майды өлшеуге қолданбаймыз, диалогты бебидансиметрияны қолданамыз. Бұл тақырыпты толықтай жапты деген ойдамыз, ары қаратай жылжимыз. Және белді ғана өлшеуге болады ғой дейді. Иә, мен айтып жатырмын, кәдімгі сантиметрлік метрді алып өлшесеңіздер болады. Ол да тамаша, көре аласыздар. Ары қаратай жүруді ұсынамыз. Содан кейін шекке келіп тоқталайық. Бізде өте қызықты өнім. Шек шындығына келгенде, микробиоманың артық салмақпен байланысы көптен бері зерттеліп келе жатыр. 15 жылдай болып қалды. Қазіргі таңда шек микробиомдарына әсер еті арқылы, яғни артық салмақпен күресуді қарастыруда. Осы микробиом арқылы салмақты қалай қалыпты етуге болады. Біз әртүрлі зерттеулерді байқаймыз. Микробиомды дені сау адамдарға, яғни салу деген сияқты болды. Мұнда шындығына келгенде, бізде сіздермен бірге өзіміздің микробиомымыз бар. Қолдың таңбасы сияқты, алақанның іздері сияқты. Оны жалпы айтып отқанда, яғни микробиомды басқаға салу, яғни салдары бар екен, жағымсыз салдары, яғни адамның денсаулығына жағымсыз әсер етеді. Басқа біреудің биомын күтпей, яғни бұл жерде микробиоманы ауыстыру ештеңкемен біткен жоқ. Ең басты біздің міндетіміз дені сау микробиомды өзімізде қалыптастыру. Келесі зерттеуге тоқталатын болса, бактерияны анықтау, оның термансия деген өте әйгілі. Осы туралы ылғи да айтамыз. Ол қозғалыспен байланысты, яғни физикалық белсенділікпен байланысты. Яғни біз көбірек белсенді болып спортпен айналыссақ, оның көлемі жақсы болады екен. Бұны
сүті қышқылдары осы физикалық жүктемеде пайда болады екен. Біз әлде қайда спортпен айналысқан кезде өзін жақсы сезінеді екен, осы өседі екен. Осындай пробиотик терминациясы бар бізде. Осындай жасамақшы болды, яғни тиімділігі төменірек болды, яғни тұрақталмады. Қазір сонымен қатар жаңа өнімдерге келіп тоқталамыз. Мен сіздерге осыған ә, осы туралы айтпас бұрын айтып өтейік. Бізде пробиотик, пребиотик, постбиотиктар бар екендігін айтып өткім келеді. Яғни біз қазір осы түсініктерді түсінсе деген ойдамыз. Қазір нақтылап тағы да тереңдетіп өтейік. Пробиотик бізге керек. Я пробиотикті қойсаңыз. Пробиотигі, пробиотик. Оны қалай есте сақтау керек? Пробиотик туралы айтқан кезде назарларыңызды мынаған салыңыздар. Кішігірім лайфхак: біздің аузымыз про деп осы дөңгеленіп тұрады. Яғни көптеген бактериялық кокалар, ол дөңгелек іспеттес сон болады. Яғни пробиотиктар бұл тіршілік иелері, бұл бактерия ғана емес, вирустар болуы мүмкін. Және нутриалайттың пробиотиктары туралы айтқан кезде халықта бактериялар бізде өзара байланысады, біздің микробиомдармен байланысады. Белсенді болады. Бұл бірінші нәрселердің бірі. Және бұл жалпы тұрғыда ақуыз шегімізде болады. Мысалға айтайық, лакто бифиді бактериялар, яғни тізбекті қышқылдар, Б витамині, К витамині, және олар ішекте болған кезде, яғни қалыптастырады екен. Осы жағымдық салдары, оның барлығы нығыздалып, сол үшін пробиотиктарды қолданамыз. Мына келесі слайдымыз пребиотиктар. Пребиотик деп айтқан кезде назарларыңыз мында жіпше тұрғыда болады. Пребиотик деп. Яғни бұнда тағам талшықтары ұзын тізбек, тіспеттес пойыз сияқты. Яғни нутрилайттың ішінде пребиотиктің көп түрі бар. Қысқа тұрғысы кішігірім молекулалар, инеулин, және ұзақ тізбектілері бар, глюкомонад мысалға айтайық. Яғни ол тәбетті бақылайды, және орташа тізбекте полисахаридтар, осындай өнімдер, яғни тағам талшықтары бар. Сондықтан да ылғи да осы өнімдерді біріктірген жақсы, яғни олар бір-бірімен жақсы байланыста. Және осылай біз пребиотиктарды ұстап тұрамыз. Бактерия үшін тамақтану өте қысқа ғана, иммунин тез қанықтырады, тез өседі, және олардың метаболизм үшін белгілі бір уақытты талап етеді. Өзіні айтып өткендей, осындай пробиотикалық белсенділігі жоқ, өзінің бірақ жағымды сипаты бар. Яғни қантты қалыпты ұстау, яғни жеңіл сорбент, яғни сіңіру, және осының барлығы жағымды әсері бар. Оның барлығы пребиотиктар. Келесі слайдты жіберсеңіздер. Қазір бізде жаңа термин, яғни постбиотиктар деген термин. Бұл дегеніміз не? Бұл инактивтелген тірі емес бактериялар. Бұл таңғаларлық нәрсе, бірақ бұл факт, бұл бізге жағымды әсер алып келеді екен. Яғни постбиотиктар бұл тірі емес бактериялар. Бұл неден тұрады? Жасушалық қабырға, яғни
ішкі органеллары бар. Осы айтылған қабық, жасушалық қабыққа сақталып, және әртүрлі пептидтер бар, сигналдық молекулалар бар. Яғни біздің шегіміз өзара әрекеттесіп ақпараттарды байқайды. Өте бір пайдалы өнімдер. Және өміршең кезінде бұл бактериялар осы бір заттарды шығарады екен. Қысқа тізбекті май қышқылдары, бұл майлы, пропионды, яғни тағы да басқа. Бұл энергия үшін емес, яғни ішекті қанықтыруға арналған, яғни өте бір жағымды, яғни бұл жалпы пайдалы май қышқылдары, яғни бұл заттар бактериялар өміршең кезінде, яғни біз яғни метаболизм деп айтып жатамыз. Яғни оны түсінуде қиыншылық туындаса, яғни бізді былай оқытан метабиотик дегеніміз не? Өмір әртүрлі яғни бактериялар, яғни ол артық заттарды шығарады. Бұл постбиотиктің ішіне кіреді. Бұл жалпы бактериядан қалған қабырғалар, яғни ол өмір жасуша қабырғалары, яғни ол тіршіліктің заттарын сыртқа шығарушылар. Және тағы да нәрсе, қорытынды жасайық. Постбиотиктің құрамына не кіреді, соған келіп тоқталайық. Мұнда жасушалық қабықтар, яғни пептидтер, ферменттер, және полисахаридтер, және әртүрлі майлар, қышқылдар, тағы да басқалар. Бұл қалай жұмыс жасайды? Бұл иммундық жүйемен өзара байланысады. Біздің иммундық жүйе өте белсенді тұрғыда ішекте болады, және ішекте жалпы біреу 70 дейді, біреу 80 дейді иммундық компетентті жасушалар болады. Яғни белгі соған беріледі, және осы ішектің денсаулығына әсер етеді. Қазір ары қаратай қарап шығайық. Келесі слайдты жіберсеңіздер. Міне осылай біз нақты тұрғыда біздің жаңа өнімге келіп тоқталамыз. Ол яғни тұрғыда өңделген просбиотик Apple біреу. Постбиотик туралы пребиотиктар бойынша бір-екі ауыз сұрақтарды қойсақ, ары қаратай жалғастырайық, осындай кішігірім үзіліс жасайық. Қазір айтылған нәрселерді нақтылап өтейік. Жерде сұрақ болған болатын. Дәрігердің пікірінше әртүрлі пробиотиктарды ауыстырып тұру керектігін айтуда. Осындай сұрақ. Біріншіде әртүрлі дегеніміз не? Басқа штамптар ма сіздің айтып отырғаныңыз? Әрбір штамп белгілі бір мәселемен айналысады. Нутрилайт пробиотигіне келетін болсақ, бұл тексерілген нәрсе, яғни ішекпен байланысты көптеген нәрселерді мен күреседі. Пробиотик үшін, яғни тексерілген штамның болғаны жөн. Түсінесіздер ма? Мұнда бір айырмашылық минерал мен дәрумендерден. Пробиотиктар олар белсенді тұрғыда енгізе алады, сіңірлей алады. Біз зерттеулерге келіп тоқталатын болсақ, яғни бактерияларды зерттеген кезде, яғни бұнда пробиотиктер бойынша, яғни кейбіреулері зерттелмеген, өзіндік бір әсерін тигізуі мүмкін. Жағымсыз нутрилайт пробиотигі бұл тексерілген дұрыс пробиотиктар, яғни иммундық жүйеге жағымсыз әсер етпейді, біздің микробиомға жағымсыз әсер етпейді, оны ұзақ уақытта қолдануға болады. Ғылыми қауымдастықтың яғни өзгерген, қысқа мерзімді болған басында, ал қазіргі таңда ұзақ мерзімді қолдануға болады деген сияқты 5-6 ай бойы оны созуға болады екен.
И пояснение, наверное, және еще чтобы тағы да понять. айтып өтсек, бұл бактерияларды қайдан алдыңыздар, тірі емес дегенді тағы да атап өтіңізші, әріптестер үшін өте бір жақсы екен. Ясы ол бактериялар компаниямен өсірілді, яғни термикалық тұрғыда өңделген. Менің айтқым келені постбиотиктер, яғни яғни өте қымбат процесс. Бұл жаңа өнім, нарықтағы жаңа өнім, емдеу нарығындағы, медицина нарығындағы пробиотиктер, пребиотиктер бірнеше жылдар бойы танымал болса, постбиотиктер жақында ғана пайда болды. Яғни олардың құны да әртүрлі болады. Бұл постбиотиктің синтезінің өзі өте күрделі процесс, бактерияны өсіру керек және белгілі бір жағдайды қалыптастыру керек және ары қаратай дұрыс инвентификациясын жүргізу керек. Яғни онда жақсы белсенділігі болу керек. Ал постбиотиктар да әртүрлі болып табылады, әртүрлі бактериялармен болады. Нутриалайттың постбиотигіне тоқталамыз және бактериялар болады. Бифобактериялар бар, я бифобактериялар ғана емес, мысалға аты жөніміз бар ғой, бифобактерия лактис, ары қаратай цифрлары болады, келесі слайдта байқайсыздар. Бұны аты жөні сияқты. Бұл бактерияның өзінің ерекшелігі, сипаты бар, яғни оның жалпы сипаты май іштерін жою. Ал ондай басқа бактериялардың осындай қасиеті жоқ екен, басқалардың. Ал біздің бактерияны ұзақ уақыт зерттедік, осы қасиетіне байланысты оны өсіріп, белсенді етіп, ерекше постбиотикті алған болатынбыз. Мен қазір келесі блокқа келіп тоқталдым. Және ол постбиотик бойынша сұрақтар болды. Өнім бойынша сұрақтар өте көп. Сол туралы қазір атап өтсеңіз, қазір біздің ары қаратай біздің жаңа өнімге көз тастайық. Келесі слайдқа жіберсеңіз, қоссаңыз. Иә, қазір қосуға болады екен. Қазір назарларыңызды мынаған салсаңыздар, міне сыртқы көрінісі осындай, яғни постбиотик деп аталынамыз. Сау ішек, оның нақты қолдануы май іштерін, яғни азайту, олардың механизмі микробиомға әсері арқылы жүреді. Сұрақтарға жауап берген кезде, мысалға, ішектің микробиомы бағдарламасы бойынша, яғни ішек арқылы қызмет етеді және оларда нақты жұмысы май іштерін азайту, метаболизмді қалыпты етеді. Осы әсері өте бір ерекше деп атай аламын. Бұл қандай бактерия? Осы слайдта көрсетілген бифидобактериум анимиал-сисипис лактис. Осындай атауы бар, ұзын атауы, және ары қаратай 8145 осындай атауы, осы бактерияның ұзын атауы және оның ерекше қасиеті бар. Бұл бактерия емес, бифидобактерис лактис, анималс сп лактис, өте бір ерекше бактериялардың бірі. Қазір ары қаратай қарап шықсаңыздар, капсуласына назар салыңыздар, өте күлгін, әдемі түсте келтірілген. Осындай онда не кіретіндігін байқай аламыз. Келесі слайдқа өтсеңіздер, назар, осы негізгі құрамнан басқа, осы тиімділікке байланысты мұнда көмекші заттар бар, яғни қосымша осы тиімділікті нығайтатын мына күлгін спектр, яғни күлгін сәбіз, сонымен қатар алтын киіві Б тобындағы дәрумендер бар екен құрамында. Келесі слайдқа өтсеңіздер, ары қаратай айтылған сәбізді көрсетсек. Құрамында күлгін сәбіздің құрамында
сейчас морковь. Қазір сәбіз туралы айтып жатсыз бар? Биотик. Бізде басында постбиотик, содан кейін киви. Қазір осыған келіп тоқталамыз ба? Осының алдында барлығын айтып өтейік. Назарларыңызды салыңыздар. Айқын күлгін түстегі өте бір әдемі. Ол түс қайдан шықты? Я осындай сәбіздің ұнтағынан пайда болады. Неліктен осы күлгін сәбіз айырмашылығы неде? Яғни бұнда фитонутрентте антиоцидандар бар, яғни антиоксиданттар өте қаныққан. Назарларыңызды мында Нутрилайттың басқа компаниядан айырмашылығы қандай? Яғни кез келген өнім бізде міндетті тұрғыда қандай да бір фитонутриенттері бар құрамында, өте бір жағымды ағзаға әсері бар дәрумендер мен витамин минералдар сияқты. Және мына жерде бізде осы өнімді ұстап тұру үшін күлгін спектр бар, белгілі бір жасушалар бар, клетчаткалар бар, олар жалпы талшықтар бар, бұл жалпы ағзаға әсері бар. Сонымен қатар бізде арғартай алтын киви ұнтағы, оның құрамында керемет пектин бар. Бұның ерекше құрамы, ол біздің сау шегімізді қамтамасыз етеді. Олар біздің микробиоманы ұстап тұруға көмектеседі. Келесі Б тобындағы дәрумені бар слайдты қоссаңыздар, онда неліктен олар қосылды және біздің микробиоманы ұстап тұруға әсері бар. Және бізде рибофлавин, пантенті қышқылдар В5 біздің метаболизмді ұстап тұруға мүмкіндік береді. Және белсенді тұрғыда майды жою үшін осындай витаминдар қажет. Және сіздің метаболизміңізді қалыпты ұстап тұруға өзінің әсерін тигізеді. Жалпы құрамы байқайсыздар, мында негізгі құрамды байқайсыз. Инактивирленген бактерия бар. Және сонымен қатар біздегі слайдтарды көрсеттім, яғни әсер ету механизмі көрсетілген. Ол жерде әрекет ету механизмі көрсетілген. Әріптестері, дәрігерлер сұрап жатады, нақты тұрғыда қайсысына әсер етеді, неліктен май іштері ғана кетеді деп сұрап жатады. Арғарта жылшысаңыздар, әсер ету механизмі жалпы түсінікті. Менің ойымша арада айтылып жатады. Қазіргі таңда нақты тұрғыда айта аламыз. Біз өсу гормоны арқылы әсер етеміз, инсулин арқылы. Және бұл механизмдер көрсетілген. Басқа механизмдер туралы кейінірек атап жатамыз. Зерттеулер жүргізіліп жатыр. Белгілі бір уақыт аралығында, яғни көбірек мәліметтер болады. Өнім өте жаңа және ол қауіпсіз өнім. Сіздің назарларыңызды наған салғым келіп отыр. Ол қауіпсіздік ең маңызды. Және постбиотиктар пробиотиктар қарағанда әлде қайда қауіпсіз. Пробиотикта тірі бактериялар, яғни біздің микробиоммен өзара әрекеттесіп жатады. Егер ол штаммдар айтылғандай тексерілмесе, біздің ағзаға жағымсыз әсері болады. Ал постбиотиктар ол инактивацияланған, яғни олар осы белсенді тұрғыда әрекеттеспей, яғни қауіпсіз ғой. Яғни сонымен қатар бұл жүйе, мында көптеген сұрақтарды байқадым. Аутоиммундық аурулар бойынша, мында аутоиммундық процесті бойынша бұл жерде қауіпсіз деп айта аламын. Өте қауіпсіз өнім. Мен иммундық ауру бар адам ретінде осы өнімді қолданған кезде ешқандай әсері жағымсыз екендігін толықтай айта аламын. Мен сонымен қатар жалпы алғанда
өте белсенді тұрғыда салмақты не туралы айтып жатқанын байқаймыз. Яғни осы айтылған салмақты ұстап тұру бойынша жарнамасын жүргізіп жатады. Яғни көптеген жағымсыз әсері бар, мен айтып отыр. Ал біздің өнімде ондай жағымсыз әсері жоқ. Ал тиімділігі өте жақсы. Мен осы өнімді көрген кезде өте бір қызықтым. 20 жылғы тәжірибесі бар диетолог ретінде мен өзімнің артық салмағым бар, яғни мен туралы білетіндер біледі. Менің салмағым 100 килограммға дейін болды. Мен арықтадым. 20-30 жыл бойы осы салмақты ұстап тұрған адам ретінде, яғни көп өзім ағзам туралы өте жақсы білемін. Осы өнімді бірінші өзім татып көруге тырысамын. Біздің арамызда, әріптестердің арасында осындай бір сенімсіздік болды. Қалай, яғни тірі емес бактерия қалай метаболизмге әсер етеді деп ойлаған болатын. Бастапқыда осындай күдік болған. Мен оны қолданғаннан кейін мен өзімнің тәжірибемде болды. Содан кейін өнімге тоқталып жатамын, негізгі факторларына. Мен оны қолдана бастаған кезде мен оны тамақтанудан ештеңені өзгерткен жоқпын. Теңгерімді тамақтану қолданамыз. Белгілі уақыт ішінде тиімділігін байқадым біздің өнімнің. Ары қаратай зерттеуді жалғастырды. Осындай кішігірім пилоттық зерттеу жүргіздік. Компания мені қолдады. Көп рахмет компанияға сол үшін. Содан кейін неге қол жеткіздік, соған тоқталамыз. Қазір үзіліс жасайық. Көптеген сұрақтарды байқап отырмын. Шындығына келгенде өнім жақсы, өте қызықты, яғни өнім, яғни пайдалы өнім. Осындай үзіліс жасайық. Сұраққа жауап беру үшін бізде сұрақ өте көп. Қазір сұрақтар жеткілікті. Қандай ауруларда постбиотикті қолдануға болма? Менің айтқым келетіні да ауруларды тізбектеудің қажеті жоқ. Бұл жерде қарапайым нәрсе. Кез келген аурулар, яғни мында қатты күрделеніп жатқан кезде сіз мамамен бірге отырып қолданасыздар. Мысалы ремиссия кезінде ауруларды артық салмақ болатын болса, постбиотикті қолдануға болады. Кімді шектейміз? 18 жастағы адамға толмағандарға, емізетін адамдарға, ауру асқынған адамдарға, тағы да басқаларға рұқсат етілмейді. Яғни сұрақтар өте көп. Препаратты қалай ұзақ қолдануға болады? Міне осындай сұрақ. Бізде ресми ұсыныстар бар, 1-2 ай деген. Менің пікірімше, егер осы уақыт аралығында іш майы қалыпты деңгейде кетпей жатса, адамда май іштері әртүрлі, біреуде аздау болуы мүмкін, мысалы 5 килограмм деген сияқты. Онда оған 1-2 ай жеткілікті. Мысалы морбидтік семірулерде бар, яғни сырыққа жеткен индексі бар, артық салмақ индексі. Онда оларға уақыт көбірек кетеді. Осы постбиотикті қолдануда ресми ұсынымдарда байқаймаймыз. Белгілі бір шектеулер бойынша уақыттың ұзақтығына байланысты шектеулер туралы көрсетілмеген. Қанша керек, соншалықты дейді, ұзақ мерзімі. Постбиотик физкультурасыз әсері бар ма дейді. Дене шынықтырусыз. Осы сұрақтарды кейінірекке қалдырсақ, пилоттық зерттеулердің негізінде келесі блокта атап өтеміз. Кейінірекке қалдырсақ.
антибиотик. антибиотиктармен бірге қолдануға бола ма дейді, және басқа препараттармен қалай бірге қолдануға болады, осы сұрақтарға айтып өтсеңіз. Емдік препараттарға келетін болсақ, дәрі-дәрмектерге мысалы нақты бір ұсынымдар жоқ. Егер сіздер белсенді тұрғыда емтеліп жатсаңыз, белгілі бір процесс жүріп жатса, онда өзіңіздің маманмен кеңескеніңіз жөн. Жалпы дені сау адам, артық салмағы бар адам постбиотикті қолданады. Ал нутриалайт өнімдеріне келіп тоқталатын болсақ, яғни олармен өзара байланыстыра қолдануға болады. Ол пребиотиктармен де бірге, яғни пробиотикпен бірге, егер қажет болып жатса, пребиотиктарды мысалға дені сау бағдарламасында дені сау шек бағдарламасында қолданып жатамыз. Жалпы иммундық жүйемен жұмыс жасаған кезде постбиотиктің басты тұрғыда май ішін кетіру болып отыр, яғни іш майын кетіруге бағытталған өзіндік бір көрсеткіш болып жатса, яғни қолдану керек. И, наверное, вот... Слышно меня, коллеги? Әріптестер, естіп отырсыздар ма? Яки тағы да бір сұрақты қояйын, тағы да қолдану бойынша зерттеулерге келіп тоқталайық. Киевиға аллергия кезінде қолдануға бола ма дейді. Әрине, қандай да бір жекелей реакцияларды алып тастамаймыз. Мұнда жекелей реакция болуы мүмкін деп жазып жатамыз. Егер сізде кивиге аллергияңыз болып жатса, мен ойлаймын, алтын кивиге аллергияңыз бола ма деген. Егер 2-3 күнде қарап шықсаңыз, яғни онда жақсы болса, тамаша нәрсе. Ол негізі бұл гипоаллергенді өнім, сондықтан да осындай ыңғайлы иммундық жүйе үшін реакциялар өте аз. Пребиотикқа, постбиотика, яғни өте бір қауіпсіз өнім. Бұл активтелген бактерия болғаннан кейін тиімділік қалады, яғни тиімділігі жоғары. Мысалы, май сияқты, мысалы шикі майды, яғни жұмыртқаны пісірген кезде, яғни онда құрамы да солай болып қалады екен, оны тамақ ретінде қолданамыз. Дәл солай активтелген болса да оның құрамы қалады, яғни жалпы висцералдық майға байланысты осының әрекеті, белсенділігі жоғары. Көп рахмет, Анастасия. Қазір зерттеулерге келіп тоқталайық. Сонымен мен алдында атап өткендей, бастапқыда өзім ішіп көрдім, 10 күн бойы қолдандым. Мен неліктен оны тоқтаттым? Менде емдеу процедурасы болды, тісімді емдеттім, антибиотиктар қолдандым, сонымен қатар оны кішкене тоқтаттым. 10 күннің ішінде белім 2 сантиметрге азайды, 2 килограмм тастады. Мені өте бір тәнті еткен нәрсе, қысқа мерзімде осындай жетістікке жеттім. Мен тамақтануды өзгерткен жоқпын, ашыққан жоқпын, өзімнің рационымды өзгертпедім. Мен не қостым? Физикалық бір тренировканы қостым, жаттығуды қостым. Бұл жалпы арықтау қиын. Ал менің байқағаным, алдында байқақтау қиын болған, мен жалпы оны татып көргеннен кейін өнімді, мұнда тиімділігін байқадым. Нәтижесінде зерттеу нәтижелері мынандай: бізде 5 зерттеушілер болды, және ерікті тұрғыда осы зерттеуге қатысты. Постбиотикті 1 ай бойы зерттедік, 1 ай ғана кетті. Екіншіден, осы біздің зерттеуіміз жаңа жыл
мерекеге сәйкес келді. Желтоқсанда бастап, яғни қаңтар айына дейін болды. Иә, 17 желтоқсан, 17 қаңтарға дейін, яғни өздеріңіз білесіздер, әртүрлі корпоративтер, отырыстар болды. Бір керемет нәтиже көрсетіп күтпесек те, бірақ нәтижелерін байқадық. Осы өте бір қалай жасадық. Зерттеуге wellness коучты тарттым. Оның медициналық білімі жоқ. Жалпы алғанда осындай примитивтік интегративтік медицинаны жақсы біледі. Менің көмекшімнің басты мақсаты онымен байланыста болу. Өте бір маңызды мезеттердің бірі. Неліктен осындай маңызды? Бұл осы сіздің қолдауыңыз қаншалықты маңызды. Топтық бағдарлама жасап жатқанда қолдау өте маңызды. Біз ылғи байланыста болды. Қайырлы таң, күн қалыңыз қандай, өзіңізді қалай сезінесіз деп осы байланыста болды. Бұл негізгі факторлардың бірі. Осы зерттеуді аяғына дейін жүргізудегі. Тамақтануға келіп тоқталсақ, біз алдын ала ескерткен болатынбыз. Біз қандай да бір ашығу және диетаны қолдануды көрсетпедік. Яғни ұсыныстар, яғни осы сауықтыру бағдарламасындағыдай болды. Жалпы тарелка қағидатында жүрдік. Қағидатында болды. Біз жиі тіс азайттық. Яғни әртүрлі тәттілерді алып тастау және қанта алмастыру заттарын қолданбауды ұсындық. Мұнда жекелей ұсынымдар болды тамақтану бойынша, және олардан алдында зерттеуге келмей тұрып талдау алдық. Кейінгі талдауды алған болатын. Зерттеуден мен мәліметтерді ұсына алмаймын, яғни заң тұрғысынан біз сондықтан аты жөндерін көрсетпейміз. Осындай кішігірім дәрігерлік құпия, оны сақтаймыз, бірақ оған қарамастан бізде жағымды өзгерістер болдық метаболитикалық процесстерде, метаболизмде жақсаруды байқадық. Холестерин және глюкозаның құрамы, тағы да басқа заттардың құрамы жақсарғанын байқаймыз. Қандағы қанның төмендегенін байқаймыз. Жалпы жағдай жақсарды, салмақ азайды, тамақтану жақсарды, метаболитикалық өзгерістер болды. Бір қатысушылардың біреуі бибитансметрияны жасады. Ол жерде өзгерістерді байқадық. Май іштеріндегі өзгерістерді байқадық. Және зерттеудің аяқ жағында 30 күн ішінде, яғни қайталап талдаулар мен өлшеулер жүргіздік 30 күннен кейін. Бірінші слайд. Қатысушылар бойынша тез айтып шығайық. Нөмір бірінші қатысушы, аты жөні жоқ, айтпай ақ қояйық. Нөмір 1, нөмір 2-де бізде керемет ер адам қатысты. Әрине, май ішінің болуына шағымы болды. Метаболитикалық өзгерістерді байқадық, яғни тәттіге құмарлық байқалды, және біз эндокринологтың кеңесіне жүгінуге ұсыныста жасадық. Осы өзгерістер оның барлығы тіркелді. Кейбіреулерін біздің зерттеуден алып тастамақшында болдық. Бізде, яғни құлшыныстар керемет болды, сондықтан да барлығы аяғына дейін қалды. Бізде не болды? Нәтижелері қандай? Нәтижесі осы қатысушы -6 килограммға арықтады. Зерттеу небәрі 1 ай ғана болды. Яғни мереке кездеріне қарамастан, мына белінің арықтауы 17 сантиметр мен үшін өте көрнекі. Менің практикамда 20 жылдық тәжірибемде жалпы бір тасталған килограмм 1-2 сантиметр ғана, белдің сантиметрі ғана келіп жатады. Мына жерде барлық қатысушыларға қарасақ, яғни шынайы тұрғыда іш майлары кетеді екен. Жалпы арықтап қана қоймайды, соның ішінде май іштары жоғалады. Май ішін,
іш майлар жоғалады. Бұл пилоттық зерттеуге қарамастан мына іш майларының жойылуын байқаймыз. Яғни объективті тұрғыда не байқадым? Метаболитикалық зерттеу, яғни өзгерістерді байқадық, яғни глюкозаның жақсы ғана байқадық төмендеген, және сонымен қатар ұйқысы қалыпты болғанын, және өзін жақсы сезініп, қан қысымының төмендегенін байқадық. Барлық қатысушыларға алғыс айтқым келеді. Өте бір жақсы барлығын жасады. Үлкен жұмыс атқарылды, себебі әрине олардың барлығы постбиотикті қолданды. Олар қалай қолданғанын айтып өтеміз. Постбиотиктің 2 капсуласын тамақпен бірге ішу керек, ал менің логикам мынаған алып келді. Мүмкін оны тамақ, яғни таңғы астың алдында 20 минут бұрын қолданған жөн деп ойлаймын. Келесі слайдқа қайтып оралсаңыз, аяқтап бітейін. Мына келесі қатысушымыз ол Мила. Бұл әйел, яғни артық салмағы болды, жүрекшелерді байқап отырмыз, нәтижелері жақсы. Артық салмаққа шағымы бар, энергиясының төмендігі бар екен, яғни ұйықтап тұрғаннан кейін де басының ауруы, және тамақтанудан кейін ұйқышылдық деген болған екен. Тамақтану кейін мұнда ұйқысыздық, яғни шаршау болатын болса, онда глюкозамен тікелей байланысы бар. Инсулинге байланысты болуы мүмкін, метаболизмге байланысты белгілі бір мәселелерді байқады. Біздің нәтижелеріміз қандай болды? Салмағы 2,6 килограмм, яғни бұл оптималдық оңтайлы төмендеуді байқап отыр. Бізде бір жарыс құрамы болған жоқ. Мен осыған қарсы боламын. Әрқайсысы өзінің қарқынында жұмыс жасау болу керек. Әркімнің өзінің анамызы бар, өзінің өмір тәртібі, жүктемесі, физикалық тұрғыда, эмоционалдық тұрғыда, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, яғни айына 1-2 килограммға жуық салмақ тастау туралы айтып өткеннен кейін, сонымен қатар асықпаңыздар, алдыңғы қатысу 6 килограмм болса, 2-3 килограмм айына жақсы. Яғни жас өскен сайын осындай салмақтың төмендеуі біртіндеп болғаны жөн деп ойлаймын. Назарыңызды мынаған салыңыздар. Салмақ белінің өлшемі 11 сантиметрге төмендеген. Бұл жерде іш майының азайғанын байқатады. Іш майы әлде қайда тез кетеді екен. Субъективті тұрғыда қатысушылардың пайымдауынша энергияның жоғарылағанын байқады. Спорттың айналысуға деген құлшынық болды. Тамақтанудан кейін ұйқыға кету азайды. Талдаманы байқаған кезде, яғни ішекте, басқа ағзада, яғни онда жақсы жағдайының жақсарғанын байқаймыз, яғни қабыну маркерінің азайғанын байқадық. Мен дәрігер үшін маған өте маңызды нәрселердің бірі, көрсеткіштердің бірі шағымы, артық салмақ, энергияның төмендеуі, қобалжу, және сонымен қатар ұйқының бұзылуы, және бергір метаболизмге жауап беретін органның, яғни мүшелеріндегі жұмысына күдік туындады. Және консультацияны ұсындық. Эндокринологтық дәрігердің қатысу кеңесін жүгінуді сұрадық. Асықпаңыздар деп айттым. Шектен тыс тамақты қысқартпаңыз, және өзіңізді физикалық жүктемен
мен жүктемеңіз деген сияқты адекватты қараңыз дедік, яғни нәтижені қараңыздар. 1 килограмм, небәрі 1 килограмм болмаса да, ал белінің көлемі, яғни азайғанын байқайды 9 сантиметрге. Қандай көрсеткіш көрсетіп отыр. Мен үшін өте қызықты болды, өте бір жақсы фактілердің бірі, постбиотик жұмыс жасағанын байқатып отыр. Ал субъективті тұрғыда асқазан жолының жұмысы, яғни асқазан қорыту жұмысының жақсарғанын байқадық. Ұйқысы жақсарды, және қазіргі м, метаболизм мәселесіне қарамастан бізде осындай нәтижелерді беріп жатқанын байқай аламыз. Біз сонымен қатар нені қарадық? Кейбір зерттеулер микробиом бойынша ас қорыту қабілетіне байланысты бағдарламаларды қарап шықтық. Сондықтан жалпы қатысушылар жақсаруын байқады. Иә, сонымен қатар төмендеді дейді майдың құрамы. Яғни осы жағымдық шектің жағдайы жақсарды, оның барлығын байқадық. Келесі слайдты өтсек, мына келесі қатысушымыз бізде артық салмаққа шағымы болды. Сонымен қатар қобалжу болды. Яғни тәттіге марлық болды, және бақыланбайтын тәбеті болған екен. Мына жерде бұл қатысушымен әлі де жұмыс жасаған жөн деп ойлаймын. Тамақтану тәртібі бойынша физикалық белсенділікті қосу, өте бір жақсы. Әйел, 3 баласы бар. Балалар ауруы мүмкін, жаңа жыл, тағда басқа, яғни назарын салуға тура келеді. Бірақ оған қарамастан жақсы нәтиже алдық. 2-3 килограмм жақсы нәтиже. Беліне қараңыздаршы нәтижесінде. Нәтижесі қандай? 8 сантиметр. Белі жіңішкергенін байқадық. Әрине, сонымен қатар ұйқысы жақсарды, көңіл күйі көтерілді, энергиясы жоғарылады, спортпен айналысуға құлшыныс пайда болды, өзін жақсы сезінді. Жалпылай келесі қатысушының шағымы артық салмақ болды. Сонымен қатар энергиясының деңгейінің азаюы, өте белсенді қатысты. Оған қарамастан басқа қатысушыларға да қолдап жүрді. Бізде барлығы жақсы жұмыс атқарды. Нәтижесі салмағы 5 килограмм, ал белінің жіңішкеруі, яғни беліндегі өзгеріс 12 сантиметр болды. Жүрекшелерді қойып өтсеңіздер, шындығына келгенде тамаша нәтиже болды. Біз жалпы өзгерістерді байқадық. Ішкі ағзалардың қабыну азайған белгілері болды. Көңіл күйінің өзгері, жағымды жаққа өзгерді. Өзін жақсы сезініп, күш қуаты толыққандай сезім болған екен. Сәйкесінше кешірім өтініп жатыр. Қазір кішігірім қорытынды жасағым келіп отыр. Қазір келесі слайдқа өтсеңіздер. Анастасия, көріп отырсыз ба? Сонымен қандай қорытынды жасадық? Әрине, өз тарапынан айтып өтейін, бұл ғажайып дәрі емес, яғни таблетка емес. Кез келген нәрсені жеп, спортпен айналыспасаңыз, физикалық белсенділік жасамай, диванда жатып деген сияқты. Сонымен қатар постбиотик де белсенді кетеді деп отырмай, мен субъективті көзқарасым бойынша бұл постбиотик жұмыс жасайды, яғни бұл нығайтқыш ретінде жұмыс жасайды. Осыған назар салғым келіп отыр. Егер сіз ештеңке жасамасаңыздар, егер сіздер қандай да бір өзгерістер жасаса,
өмір салтын жақсарту бойынша тамақтану физикалық белсенділікке байланысты онда жалпы сіздің әрекетіңіз барынша нығайтады. Іш майы өте белсенді кетеді, белдегі іш майлар кетеді. Мысалға айтайық, басқа тәсілдермен салыстырсақ, диеталар тағы да басқа. Өзімнің практикамда қолдандым ғой. Менің айтқым келетіні 3-4 сантиметр әрбір тасталған килограммға. Ал бізде статистикамыз әлде қайда 3 есе үлкен. 1 килограммға жалпы орташа 2 сантиметр, жалпы орташа 6 мен 18 сантиметрге дейін тиімділік бар деп айтқым келеді. Эффектісі бар. Яғни ішек микробиомасын бойынша көрініс тапты. Осы өнімге сізге үлгерлету керек, яғни оған құрметпен қарауымыз керек деп айтқым келеді. Осындай фактіге тоқталғым келе. Мен 10 күн бойы қолданғаннан кейін тісімді емдетіп қайтан өнімге қайтып оралғаннан кейін менде субъективтік көзқарасым бойынша айтқым келетіні, сіз постбиотикқа қолдансаңыздар, дайындалыңыздар, алдын ала ойластырыңыздар, өзіңіздің тамақты қалай өзгертесіздер, яғни азық түлікті сатып алдыңыз ба. Біз әдетте келесі күні холодильник мұздатқышты ашып, көреміз ғой, мысалы колбаса, мороженое, сіз яғни базумундақтан басқа ештеңке болмай қалмасын. Алдын ала азық түлік сатып алыңыздар. Немен айналысасыздар, соны жоспарлаңыздар. Далада жүріп шығасыздар ма, серуендеп, барлық күш қуаттарыңды жинап алып, реттелгеннен кейін 2 капсуламен күніне қолданып, яғни үзіліссіз қолданыңыздар. Осындай үзіліс болмау керек. Менікіндей, онда тиімділік әлде қайда жоғары болады. Сонымен мен сұрақтарға қайтып оралайық деп айтқым келеді. Сұрақтарға жауап берген кезде барлық нюанстарды жабамыз деген ойдамын. Осы өнімді қолдануда МВ компаниясы клиникалық зерттеулер жүргізді ма, яки болмаса пилоттық жоба ғана емес. Пилоттық жоба ол ерікті тұрғыда бастамамыз болды. Біздің басты мақсатымыз бұл өнімді зерттеу емес, бір нюанстарды қолдану, нюанстарын қарастыру. Нарыққа шықпас бұрын 9 жыл бойы сынақ жүргізді, қауіпсіздігіне байланысты, тиімділігіне байланысты компания зерттеулер жүргізді. Барынша сынақтар жүргізілді. Көптеген сұрақтар бар екен, іс-әрекет механизмі бойынша мен оны атап өттім, тағы да қайталап өтейін. Өсім гормон арқылы, инсулин факторлары арқылы жүргізеді. Бізде метаболизмге әсері бойынша байланыс бар. Бірнеше сұрақ қолдану схемасы бойынша қанша астан кейін ба, астың алдында ма деген сияқты. Ал тағы да айтып өтейін, оның алдында атап өттім. 2 капсула тәжірибем бойынша айтып өткім келеді. Капсуланы артық көп салмағы болса, капсуланы қосу керек па деген сияқты. Ол дұрыс стратегия деп айта алмаймын. Мұнда жалпы алғанда қолдану ұзақтығына байланысты, сондықтан тамақпен бірге қолдануға болады 2 капсуланы, яки болмаса тамақтанудың алдында қолдансаңыздар болады. 20 минут алды. Бұл гормонға, гормоноидтық жүйеге, иммундық жүйеге әсер етіне байланысты астың алдында қолданған жоқ. Менің ұсынысыма назар аударсаңыз болады. Таңғы астың алдында 20 минут алды қолдансаңыздар болады, яки болмаса ресми ұсыныстардағыда компания көрсеткендей тамақтану кезінде қолдансаңыздар болады. Жақсы, рахмет.
күрделі аурулар кезінде постбиотикті қолдануға бола ма дейді. Мысалға айтайын. Мысалы, адамда гастрит, тағы да басқа күрделі аурулар болған кезде кез келген ауру асқынған кезде өзіңіздің маманмен кеңесе отырып жүргізіледі. Егер ауру ремиссия кезінде болса, онда артық салмақ кезінде постбиотикті қолдансаңыздар болады. Өнім жалпы алғанда қауіпсіз, гипоаллергенді, осы иммундық жүйедегі реакцияны байқамаймыз. 18 плюс емізу кезінде 18-ден төмен жастағы адамдарға қолданбауды ұсынады. Мына соңғы сұрақ, сіз айтпаған сұрақтардың бірі целлюлит сияқты сұрақ. Өзара байланыс бар ма? Өнімдерді қолдану бойынша целлюлит әдетте сандағы майларға өзгерістері бұл әйел гормонына байланысты эстрогенге. Бұл мына жерде қазіргі таңда висцералдық май туралы айтамыз. Целлюлит бұл эстетикалық тұрғыда да дұрыс көрінбесе де осындай жағымсыз салдары іш май сияқты көп емес. Сондықтан да қыздар, әйелдерге оның саны ұнамаса, оның барлығы әдемі болмауы мүмкін. Я, қауіпті емес. Ал егер іш майы көп болатын болса, іште ол мәселе болып табылады. Ол жүйелі қабыну болуы мүмкін, гормондарға әсер етеді, глюкозаның метаболизміне әсері болады, және бұл ағзаға үлкен мәселе болады. Ал біз қазіргі таңда постбиотик висцералдық, яғни іш майларын жоюмен айналысады, азайтумен. Көп рахмет. Мына жерде май кеткеннен кейін тері салбырап кете ма дейді. Постбиотикпен бұл қатысты емес. Егер тез арықтасаңыздар, ол қысқарып үлгермейді. Сондықтан үлгермеңіздер, асықпаңыздар. Сондықтан майына 2-3 килограмм арықтауған жөн деп ойлаймын. Бұл белгілі бір барынша. Сондықтан да салмақты 1 килограммға, жарты килограммға азаю, яғни бұл жерде динамика жалғасу керек. Яғни сіз біртіндеп салмақты қалыпты етесіздер, терілеріңіз үлгереді. Жас өскен сайын терінің қысқаруы баяу болады. Жас өскен сайын салмақты түзету, ол біртіндеп үлкен қадаммен жүрмеу керек. Аз-аздан арықтау, яғни айтылған тамақтануды қолдансаңыздар, яғни тарелка қағидатын қолдану керек. Және алкогольді алып тастайсыздар, тіспасарларды алып тастайсыздар. Мұнда маңызды мезеттердің бірі инсулин жоғары болмау керек. Сіздер тіспасарды қолданған сайын инсулин жоғарылайды. Жалпы инсулин өсу гормоны мен тығыз байланысты. Ол да май жиналықталады. Яғни сіздің тамақтаныңыз, яғни дұрыс болу керек. Кішігірім нәрсені тіс басып отырғанның өзінде майдың жоюға кері әсер етеді. Өнім жұмыс жасайды. Негізгі тамақтану қағидатын ұстану керек. Міндетті түрде физикалық жүктеме болу керек. Бір-екі ауыз сөз физикалық белсенділікке тоқталғым келіп отыр. Және жақсы тиімділікті, қарапайым жаяу жүру жағымды әсері бар. Мысалы, біреу тренажерлық залға барып жатады. Бұл да пайдалы, яғни бұлшық ет массасын ұстау керек. Ал дұрыс салмақты ұстап тұру, бұл ұзақ уақытты талап етеді. Ұзақ жүктеме болатын болса, төмен жиілікті, бұл әртүрлі жаттығу емес, марафон емес. Менде
мынандай пациенттер болды марафонда жүгіріп, бірақ оған қарамастан іштері болатын бұл кортизол, олар жарыстардағы ол майды жоюды тежетіп жатады. Қарапайым жаяу жүру 40 минутты, яғни қарқыны белсенді болу керек. Сіздер белсенді тұрғыда жүру керек, қолдарыңызды сермеп, қолыңызға таяқ ұстап жүрсеңіздер болады. Яки болмаса қарапайым жүру, ол тиімді тәсілдердің бірі. Біздің қатысушылар 1 сағат бойы күнде жүрді. Біз сұрап отыратынбыз, мына жасайтын нәрселерді олар оны белсенді қолданды. Біреу таңертең жаяу жүретін, біреу кешке, және кешке жүрген пайдалы тамақтанудан кейін, яғни осы жаяу жүріп келгеннен кейін тамақ жемеу керек. Талшықтарды қолдануға болады, клетчаткаларды тіс басар ретінде, онымен инсулин жоғарыламайды. Егер сіздер тіс басқыңыз келсе, 1 стакан су алып, яғни сіздер кез келген пребиотиктермен бірге қолдануға болады. Мына шайнайтын талшықтар болып табылады. Гипоманана, яғни тәбетті бақылау бойынша жекелей айтқым келеді. Оны да қалдыратын едім. Бұл өте бір жақсы көмекші сіздің кешенді жұмыстағы. Егер мен сіздерге лайфхак бергім келеді, яғни оны дұрыс қалай қолдану керектігін. Глюкомананты таңертең ішуді ұсынбаймын, себебі ол қалай жұмыс жасайды. Ол көлемде кеңейіп, яғни асқазанда кеңейеді, яғни бұл қарынның тойғанын байқатады. 10-15 жарты сағат әсері болады. Жоқ дегенде 1 сағат. Егер оны таңертең қолдансаңыздар, яғни ол біртіндеп кешке тамақ жеуге алып келеді. Салмағыңызды өшіріп жіберуі мүмкін. Менің ұсынысым ол кешкі астан кейін қолданған жөн. Осындай сіздер өздеріңіз білесіздер, бірнеше сағат бұрын ұйықтардың алдында 6-та тамақ жесеңіздер, 11-12-де ұйықтасаңыздар, мында тіс басар жеу, яғни шай ішу деген сияқты болатында, глюкоманатты жылы сумен араластырып, онда ол жақсы жұмыс жасайды, терморецепторлар жұмыс жасайды. Протеинді, 1 қасық протеинді қолдануға болады. Осы ашығуды басып, ашықпай ұйықтауға мүмкіндік бар. Мына жерде барлық бір-бірімен жақсы сәйкестендіріледі. Таңертең постбиотикті қолдана аласыздар, және глюкомананды кешке қаратай қолдансаңыздар болады. Осындай нұсқа болады. Пелгинатты да қолдана аласыздар. Бізде қатысушыларда сұрақтар болды, яғни біз қосымша нәрсе қолданды ма деген сияқты. Қолданбағандар қолданбады, ал қолданып жатқандар қолданды. Біз қосымша бір нәрсе қолданыңыздар деп ұсынған жоқпыз. Сіз бір нәрсе қолданып жатсыз ба, жоқ па, оған қарамастан жұмыс жасайды. Пробиотикқа келіп тоқталатын болсақ, мен тағы да атап өткім келеді. Сіздер пробиотикпен бірге жүргізе аласыздар. Пробиотик бізде микробиоманы қалыпты ұстауға әсер етеді. Постбиотик оны қолданғанымыз жөн. Қандай тиімділікті қолдана аласыздар? Әдетте бір нәрсеге назар аударамыз. Бізде жалпы антагонистік әсері туралы болған жоқ. Холестерин және глюкозаға байланысты келетін болсақ, бізде жағымды өзгерістер болды. Бізде
медициналық емес, коллегиалдық кездесу емес, белгілі бір заң шектеулері бар, заңдық шектеулер. Сіздер салмақты азайтқан кезде, тамақтанумен жұмыс жасаған кезде липидтік тұрғыда түзелгенін байқайсыздар. Мұнда нақты белсенділікке байланысты бізде жоқ. Біз айта алмаймыз, постбио холестеринді төмендетеді деп айта алмаймыз. Қандағы қантты төмендетті деп айта алмаймыз. Светлана төрт рет сұрап жатыр. Моно өнім сияқты жұмыс жасай ма бағдарламамен? Моно өнім ретінде қолдануға болады. Өзін постбиотикті ғана қолдана аласыздар. Тамақтануды реттеуге қолдануға болады. Әрине, мен бағдарламалық шешімдерге қолдаймын. Мысалға, сіздер жалпы қауымдастықпен жұмыс жасап бір-бірлеріңізді қолдап жатқан кезде осы кешендік бағыт болатын болса, өте тиімділігі жоғары бодигуру бағдарламасына сәйкес келтіруге болады. Қазір бағдарламада кішігірім өзгерістер бар. Нөмір бірінші бағдарлама салмақты реттеу бойынша, моно өнім бойынша сіздер оны қолдана аласыздар. Жағымды өзгерістер ала аласыздар. Үзіліс жасау керек па дейді. Үзіліс жасауды көрмей отырмыз. Егер мәселе шешілмесе, сіз іш майларын азайтпайынша, қалыпқа келтірмейінше, жақсы беліңіз болмайынша, оны қолдануға болады. Мақсатыңызға жеткенде постбиотикті қолдану қажеттілігі азаяды. Арық ішке қолдануға бола ма дейді. Басында арық толық дейміз. Мұнда адам индексі, салмақ индексі қалыпты болуы мүмкін, ал іші болуы мүмкін. Біз оны арық семіз деп айтамыз. Мұнда ол адамды семіз адам сияқты қарастырамыз. Мұнда барлық метаболитикалық өзгерістер бар, қабыну процесі бар деген сияқты. Сондықтан біз іш майымен жұмыс жасаймын. Ол арық болып көрінуі мүмкін, бірақ май іші бар. Егер салмақ қалыпты болғанның өзінде іш майы болатын болса, онымен жұмыс жасаймыз. Егер іш маймен сәйкес болса, яғни грыжастағы да басқа болса да май іштері кетеді. Шагабармен қанша қадам жасау керек, біз өлшеген жоқпыз. 40-45 минут жүріп өткен жөн, жоқ дегенде 1 сағат өте белсенді жүру. Бұл өте белсенді жүріс болу керек. Жас шектеулеріне келетін болсақ, жоғарғы шегі жоқ, ал төменгі шек 18 жастан басталады қолдану. Аурулар бойынша мен алдында атап өткен болатынмын. Бізде әр қайсымызда өзіміздің мына созылмалы аурумыз болып жатса, яғни ол асқынбайтын болса, оны постбиотикті қолдануға болады. Асқынбай тұрған кезде. Май гипотозында да қолдануға болады. Тамақтану бойынша барлығын сақтасаңыздар, ол май бауырдан да кетеді. Мұнда майда, яғни бауырдағы май кету туралы зерттеу жоқ. Егер май іштері кететін болса,
іштегі май кететін болса, онда бауырда да әрине майдың азаюы болады. Арықтар не жасайды? Егер арықтаудың қажеті жоқ болатын болса, онда постбиотиктің қажеті жоқ. Постбиотик май іштерін, іштегі майды кетіруге қолданады. Онымен жұмыс жасау керек. Біз нақты тұрғыда артық майлары барларға, яғни висцералдық, яғни іштегі май көп болған кезде сол адамдарға қолдану туралы айтып жатырмыз. Маргарита, сізде сұрақ бойынша айтарыңыз бар. Сұрақтар көбі қайталанып жатыр екен. Көп рахмет. Анастасия бізде сұрақтарға жауап беріп жатыр. Қазір сұрақтарға жауап беріп жатыр. Басқалармен қалай сәйкес келеді дейді. МВ өнімі, омега тағы да басқалармен. Жалпы тағы да айтып өтсек, ЗМК өнімдерге қалай әсер етеді? Сау микробиом, ішектегі сау микробиоммен жұмыс жасайды. Осы бағдарлап оны қолдануға болады. Мен естеріңізге салып өтейін, бұл өнім өзінің қасиеті висцералды майды, яғни іштегі майды азайтумен айналысады. Біз ішектің сау микробиомы бағдарламасына келетін болсақ, зат алмасуды жақсартуға, иммундық жүйені жақсартуға бағытталса, мен соған назар аударатын едім. Мысалға, адамның артық салмағы болып, соған келетін болса, бағдарламада кейін осы май іштерін азайтумен айналса, барлығын бір қоспайтын едім. Әдетте, мысалы, дәрігерлік стратегия, адамда бірнеше ауру болады ғой, мысалы, барлығын бірден емдемейміз, сон бізде өзіндік әсері болуы мүмкін. Біз әдетте белгілі бір мәселені азайтып, қазіргі таңда алаңдатып отырған, біз осы мәселені шешкеннен кейін келесі мәселемен айналысамыз. Менің көзқарасым бойынша бұл айтылған бағдарламада белгілі бір спектрі бар, немен біз жұмыс жасайтынымыз. Содан кейін барып, биотикті қолдануға болады. Біз постбиотикті кішкене қосатын болсақ, еш қорқынышты жоқ. Яғни бағдарламадан кейін қолданатын едім өзім. Сіз ас қорытуды жақсартқаннан кейін, микробиоммен жұмыс жасағаннан кейін, артық салмақпен жұмыс жасайсыздар. Басқа қоспаларға келіп тоқталатын болса, мұнда жалпы бұл инактивтелген бактерия кез келген қоспалармен қолдануға қорықпаймыз. Мұнда бір омегамен бірге қолданудың қажеті жоқ. Біз тамақтану кезінде қолданамыз, яғни таңғы астың алдында қолданамыз. Егер таңертең омега Д витамин, казеинді, мультикаретинді қолдансаңыздар, біз әдетте таңертең қолданамыз, а постбиотикті 2 капсуланы тамақтанудың алдында 15 минут бұрын қолдансаңыздар, өте тиімді болатын еді. Көп рахмет. Сіз сөзіңіздің басында қандай жаста қолдану керектігін айтып өттіңіз. 80 жастан кейін өнімді қолдануға бола ма дейді. Егер адамда бір висцералдық маймен байланысты мәселе болатын болса, онда жоғарғы шек, мысалы 80 жаста да, 100 жаста да қолдануға болады. Мұнда төменгі шек 18+ болып табылады, ал жоғарғы шек жоқ.
егер висцералдық май бар ма жоқ па соған байланысты нақты қолдануға байланысты айтылып отыр. Спасибо огромное. Көп рахмет. Спасибо. Көп рахмет. Сұрақтар өте көп, өнім өте қызықты. Сөзімді наумен аяқталғым келіп отыр. Мен барынша осы өніммен жақсы ұрықтанып отырмын. Я, бұл өнім шындығына келгенде тиімділігі жоғары. Мен үшін маңызды нәрсе, ол өте қауіпсіз. Қазіргі таңда дәрілік препараттар бар. Олар тәбетті азайтуы мүмкін, метаболизмге әсер етуі мүмкін, бірақ көптеген жағымсыз тиімділіктері бар өнімдерді байқап жатырмыз. Ал мына жерде жеңіл, ыңғайлы тұрғылды микробиоммен байланыс байқаймыз. Бірінші күндері өнімді қолданған кезде мен және басқа қатысушылар кішігірім өзгерісті байқадық. Ас қорытуда кішігірім ғана, яғни 2-3 күннен кейін кетіп қалады. Іште желдің болу дейді, тағы да басқа болуы мүмкін. Ол кішігірім революция болуы мүмкін іште. Сіздер байқайсыздар, бір нәрсе өзгеріп жатқан, сондықтан тиімділік бар. Метаболизмді бұзбайды. Сондықтан да барынша өнімге құрметпен қарай, міндетті тұрғыда бір әрекеттер жасауымыз керек. Сонымен қатар сіздер керемет нәтиже аласыздар. Біздің осындай зерттеулердің аясында дәлелдеп шықтық. Осындай кейстер сіздерде өте көп болады деген ойдамыз. Нәтижелермен барынша бөлісеміз, сіздің тәжірибелеріңізбен бөлісеміз деген ойдамыз. Постбиотикті қолданудағы Анастасия, көп рахмет сізге. Қазір кішігірім қысқа ойынды ойнатқым келіп отыр. Nutrilite Health White постбиотик шын ба өтірік па деген. Қазір экранда осындай жазбаны көріп отырсыздар. Шын ба жоқ па, құрамында термикалық тұрғыда өңделген постбиотик PPL1 дұрыс па? Бұл шын дейді. Негізгі құрамы бифидобактерім лактис, оның аты жөні бар. Нақты бактерияны есте сақтау керек. Постбиотиктар тірі микроорганизмдар, шекке орналасып, зиянды бактерияларды жойды. Мұнда дұрыс жауап беріп жатыр. Өтірік деп, құрметті қатысушылар, постбиотик жағымды өнім, микроорганизмнен алынған және оның жұмысын, иммундық жүйені нығайтады. Көп рахмет. Nutrilite Health White постбиотик висцералдық майдың деңгейін төмендетуге әсері бар. Бұл жерде барлығы келіседі. Шын дейді. Естеріңізге салып өтейін. Дұрыс тамақтанумен, яғни белсенді, физикалық белсенді тұрғыда болады. Құрамына алтын кивінің күлгін сәбізбен Д витамин кіреді дейді. Басайық. Жоқ деп жазып жатыр. Шындығына келсек, бүгін Анастасия айтып өткендей, бұл алтын киви мен күлгін витаминнің ұнтағы В тобындағы дәрумендер. Және соңғы сұрақ, Nutrilite Health White постбиотикті 2 капсуладан бір рет тамақтану кезінде қолдану керек па? Капсуланы бүтіндей жұтады.
үлкен капсуладан қорқатындар болады. Олар капсула өте жіңішке, ыңғайлы, ешқандай мәселе туындатпайды деген ойдамыз. Капсуланы жұтуда дұрыс айтып жатсыздар. Қолдану препаратында көрсетілген режимі қатысқандарыңызға көп рахмет. Өте тамаша болды. Өте керемет вебинар болды. Яғни зарғарттай аяқтаймыз. Көп рахмет сіздерге. Достар, практикада қолданып, өздеріңіздің кейстеріңізбен бөлісіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Құрметті қатысушылар, белсенділіктеріңіз үшін көп рахмет. Көп сұрақ қойғандарыңыз үшін көп рахмет. Анастасия Бодроваға алғыс айтамыз. Осы өнім туралы таныстырып өтті. Вебинар жазбасын қайда табатын туралы айтып өттік. МВ стартта болады, МВ академияда кейінірек болады. Чаттарға міндетті түрде жіберемін. Песбиотикпен сіздерге табыс тілейміз. Көп рахмет, құрметті достар, сау болыңыздар.